Қайырлы кеш, ардақты ағайын. Бүгінгі сабағымызда компьютерге Telegram мессенджерін интернеттен жүктеп және қондырып үйренетін боламыз. Бізге Google браузер арқылы Google парақшасына кіру керек болады. Google'a кіргеннен кейін Google'дың поисковигіне скачать Telegram для компьютера деп жазсаңыз болады, ПК деп жазсаңыз болады. Екеуі де бір, или Windows 10, Windows 7, Windows 8, өзіңіздің Windows'ыңызды неңізді білсеңіз тікелей солай жазсаңыз болады, немесе для ПК деп жазсаңыз болады. Персональный компьютер. Жаздық. Бірінші тұрған парақшаға, сайтқа кіреміз. Бұл жерде скачать Telegram для Windows деп тұр. Скачать басамыз. Telegram жүктеліп жатыр. 1-2 минут күту керек болады. Мінекей біздің Telegram'ымыз жүктеліп болды. Ендігі уақытта біздер жаңағы мына жердегі жүктеліп болғаннан кейін мына жердегі батырманы басып открыть басамыз. Запустить. Бұл да жаңағы WhatsApp қондырғандай, соған сол мессенджерге қондырғанға құсап келетін болады. Установкасы ұқсайды. Соған мына жерде дәл сол WhatsApp сияқты галочкалерін алып тастаймыз, далі басамыз. Мына жердікінде алып тастаймыз, далі басамыз. Орысша тілін таңдаймыз. Көп тоқтамай дәле басып жіберсеңіз болады. Мына жерде рабочий столға осындай WhatsApp сияқты значок ашу, создать ету керек па дейді. Керек болса галочка тұра береді, керек емес болса галочкасын алып тастайсыз. Дәле басамыз. Дәле басамыз. Бұл жерде установка бітті. Запустить Telegram деп тұр. Галочка тұра берсін, завершить басамыз. Бұл жерде Касперский, антивирус Касперский менен сұрап жатырым. Сіз осындай программге разрешение бересіз бе, танисыз ба деп. Өте жақсы программа, негіз антивирус Касперский. Я сенем деп бастым. Старт басамыз. Содан кейін мына жерге өзіміздің Телеграмымыздағы тіркелген номерді жазамыз. Немесе өзіңіздің жеке номеріңізді жазасыз. Себебі осы нөмірге код барады. Сол кодты мына жерге жазамыз. Код келді. Код келді. Telegram ашылды, жұмысқа дайын. Бәріңізге сәттілік. Сау саламат. Осымен бітті сабағымыз.